Бүгінгі таңда Алматы облысы полиция департаменті қызметкерлерімен бірге Талдықорған қаласы бойынша жол көше торабының қауіпсіздік деңгейін халықаралық айрап бағдарламасы бойынша бағалау басталды. Бағалау нәтижесі бойынша бұл жолдардың қауіпсіздік деңгейін анықталып, ол жолдар бойынша қауіпсіздік деңгейін көтеру бойынша инвестициялық жоспар берілетін болады. Ол жоспарды жасаған кезде жол қауіпсіздік деңгейі едәуір жақсаруы тиіс.